Мүмкін лимон түспен бояймыз. Әдеттен тіс көрінеді, және сонымен бірге ұстамды деп ойлаймын. Керемет! Шуқоның жолағы нұсқасы. Мен ойланып жатқанда, сен тағы бір нәрсе сыналасың ба? Милана, көптеген нұсқалар бар ғой. Маған өз қалауыңды жақсырақ, анығырақ айтсаң. Маған жұмсақ қызғылт, ашықтау, сүтті ұнтақ реңктері ұнайды. Білесің бе, бұл реңктер қазір сәнде емес. Тіпті өткен ғасыр десек те болады. Енді пісте түсі ерекшеленді. Оларда қандай да бір себептермен тәтті мақта түсін айтады. Немесе пастельдің қарама-қарсылығы, неон, маусымның көрінісі. Қазір суық және ашық түсті шашыраулар кедергі жасамайды. Мысалға, жасыл, көк, қызғылт. Егер күзгі қысқы трендтер туралы айтатын болсақ, онда металлик барлық жағынан көшбасшы. Милана, тырнақтарыңды қандай түске бояймыз деп 1 сағат бойы талқылап отырмыз ғой. Луина, егер лактардың осындай үлкен палитрасы болса, менің көзім бақырайып кетеді. Біз қыздар сондаймыз ғой, көбіне не қалайтынымызды білмей жатамыз. Жарайды, жалпылаудың қажеті жоқ енді. Мен де басқа қыздар сияқтымын, байқасаң, және мен әрқашан не қалайтынымды анық білемін. Мен таңдауды тез жасаймын. Сен де тез киім таңдайсың ба? Бір затты сатып алу үшін дүкенде, мысалға, қанша уақыт жүресің? Маған бір бутик үшін 15 минут жеткілікті. Бұған көру және сатып алу кіреді. Егер қолайлы нұсқа болмаса, менің бутикте болуым 2 минут, ең көп дегенде 4 минут. Бұл мүмкін емес. Киімге қарауға 30 минут кетеді емес пе? Бұл байқалады. Тырнақ бояуының түсін таңдау әдісіне қарағанда, бутикте таңдау формуласы бірінші жарыс сияқты көрінеді. Сенің қалжыңдарың орынсыз. Ал мен саған сенбеймін. Бұлай тез сауда жасау тіпті мүмкін емес. Білесің бе, мен бәс тігуді ұсынам. Дәл қазір сен екеуміз дүкенге барамыз. Сен бутик таңдап, уақытты белгілейсің. Егер мен 15 минут ішінде толық лук жинап, оны сатып алсам, онда мен сенің тырнақтарыңа лактың түсін таңдаймын. Жарайды, егер мен жеңілсем, онда мен қалған күні менімен және менің бизнесіммен дүкен аралауға барамыз. Келістік. Балалар, бүгін біз сендермен амалдарды орындаймыз. Сендер дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Бұл жерде сендер, балалар, тиісті сандарды түсіп қалған жерлерге қоюымыз керек. Сандарды дұрыс қою керек, әйтпесе біздің жауабымыз дұрыс болмай қалады. Ал бірінші қараймыз бар. 2 қосу 8. Неше болады жауабы? Кәне ойланыңдар. Дұрыс, 2 мен 8-дің қосындысы 10-ға тең. Яғни 10 деген сан 2 таңбалы сан болғандықтан бізде 2 шаршы салынған. Өте жақсы. Келесі 8 белгісі сан және бізде тағы да 2 таңбалы сан шығу керек жауабы. Ал 2 таңбалы санымыз қандай сан балар бізде? 10, дұрыс. Сонда балар, 8-ге біз нешені қосамыз 10 болу үшін? Дұрыс таптыңдар, 2. Енді балар қараймыз, осы өрнекте бізде қандай өзгеріс бар? Қосылғыштардың орны ауысқан. Дұрыс. Бірақ қосылғыштардың орны ауысқаны мен қосындының мәні өзгерді ме? Жоқ, өзгерген жоқ. Дұрыс айтасыңдар балар. Енді бар, кәне осы қосу амалын біз кері амал азайтуды орындайық. Яғни біздің жауабымыз дұрыс па, әлде бұрыс па? Соны тексереміз. Бізде жауабы 10 болды. Сондықтан 10 санын жазамыз.
10-нан 2-ні азайтсақ неше болады балалар? Дұрыс, 8. Енді 10-нан азайтайық 8-ді. Неше болады? Кәне, дұрыс ойландыңдар ма? Жақсы, жауабы 2. Тамаша. Келесі балалар, өрнекке қараймыз. 1 қосу 9 тең болады. Неше? 10. Өте жақсы. Енді 10-ға біз не істейміз балалар? Тағы да астындағы өрнекке жазамыз 10 санын. Енді қараймыз. 9-ға нешені қосамыз 10 болу үшін? 1-ді. Тағы да қосудың ауыстырымдық қасиетін пайдаландық. Енді балалар, біз азайтамыз. Мәні бізде 10 шықты өрнектің мәнінде. 10-ды жазамыз. 10-нан азайтамыз 1-ді. Неше болады? Жақсы, жауабы 9. Енді тағы да 10-нан 9-ды азайтайық. Неше болады? 1. Тамаша. Енді балалар, үшінші қатарға да келдік. Қараймыз. 1 қосу 8. Неше болады? 9. Өте жақсы. 9 санын жазамыз. Енді балалар қараймыз. Тағы да қосудың ауыстырымдық қасиетін пайдаланамыз. 1 қосу 8. Астына жазамын. 8 қосу 1. Неше болады балалар? 9. Өте жақсы. Енді не істеймін мен? Дұрыс айтасыңдар. Мен азайту амалмен тексеремін. 9 азайту 1 тең болады 8. Жақсы. 9 азайту 8 тең болады 1. Тамаша. Жақсы балалар. Енді біз салыстыру тапсырмасына келдік. Балалар, бұл жерде де біз жай ғана салыстырмаймыз. Біз балалар тағы да бос тұрған тор көздерге тиісті сандарды қоюымыз керек. Ол сандар міне астында жазылып тұр. Осы сандардың біреуін біз жазуымыз керек. Қараймыз. 3 қосу 2 неше болады балалар жауабы? 5. Сонда 5 үлкен қандай саннан үлкен? Бұл жерде үлкен таңбасы көрсетіп тұр ғой. Я, 5 үлкен қандай саннан? 4-тен жазамыз. 4 5-тен кіші. Жақсы. Немесе 3-ті жазсақ болады. 3-те 5 саннан кіші. Немесе 2. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да қандай санды жазсам болады бұл жерге? 1. Енді балалар, келесі екінші салыстыруға қараймыз. 8 азайту 6. Неше болады балалар жауабы? 2. Бұл жерде тағы да 2 саны үлкен деген таңба көрсетіліп тұр. Ал 2 қай саннан үлкен балалар? Дұрыс айтасыңдар. 1-ден. Өте жақсы. Келесі балалар. 9 азайту 3. Жауабы неше? 6. Бұл жерде 6 кіші белгісіз саннан. Сонда 6-тан үлкен санды қарайықшы балалар. 6-тан қандай үлкен сан бар? 7 дұрыс 6-тан үлкен. 8 6-тан үлкен. Және 9 да 6-дан үлкен. Қай санды жазсақ екен балалар? Мысалы бұл жерде 9-ды жазайық. 6 9-дан кіші, 9 6-дан үлкен. Келесі 2 қосу 5 тең болады неше балалар? 7. Тағы да 7 кіші белгісіз саннан. Ал 7 қай сандардан кіші? 9-дан. 7-ден кіші ме? Жоқ, тең болады. Және 8-ден. Мен бірінші салыстыруға 9-ды жаздым. Енді бұл жерге мен 8-ді жазайын. Сонда 7 кіші 8-ден болады. Өте жақсы. Балалар, бұндай салыстыруды да дұрыс айтып, оқып үйреніңдер. Мысалы, тағы да бір рет қайталап сендерге айтып шығайын. 3 пен 2 санының қосындысы 5-ке тең. 5 үлкен 4-тен. 8 азайту 6 тең 2-ге тең. 2 үлкен 1-ден. 9 азайту 3 тең болады 6. 6 кіші 9-дан.
2 қосу 5 тең болады 7. 7 кіші 8-ден. Өте жақсы балалар. Яғни математика сабағында да бізде дұрыс оқу деген болады екен. Жарай ма? Сендер осыны ескере жүріңдер. Сәлеметсіз бе? Жаңа тауарлар келген бе? Иә, барлығының келгеніне 3 күн болды. Тамаша. Мен мынаны да аламын. Мына пальто, көзілдірік, сөмке. Мен оларды да киіп көрейін. Луина, неге асығасың? Бәрін бірден қайда жинайсың? Құрбым, уайымдама, мен керек нәрсені бірден көремін. Қыздар, кеңесім қажет пе? Рахмет, маған керек жоқ, мен таңдап қойдым. Кешіріңіз, мен сізге сұрақ қойсам бола ма? Әрине, қойыңыз. Сіз кездейсоқ спортшысыз ба? Жоқ, ол спортшы емес. Милана, мен сұраққа өзім жауап бере алам. Ал сіз неге мұндай сұрақ қойдыңыз? Кешіріңіз, менің байқауымша спортпен кәсіби түрде айналысатын адамдар киімді жылдам таңдайды. Мен солай ойладым. Жоқ, мен спортпен айналыспаймын, бірақ мен дұрыс нәрсені бірден көремін. Сен бәрін таңдадың ба? 3 минутта? Барлығын сынап көру ғана қалды. Қане, не алғаныңды көрейік. Өтінем, 2 футболка, аяқ киім, сөмке, көзілдірік, тон мен көйлек. Барлығы 7 зат болды. Ал мен тек бір жемпірге қарадым. 7 бірліктен 6 бірлікке артық. Мен киініп жатқанда мүмкін басқа бірдеңе тауып аларсың. Луина, қандай әдемі. Сен сондай сәндісің. Рахмет. Мен бұл футболканы алмаймын. Қалғанның бәрін сатып аламын. Барлығына 13 минут. Сен шынымен жылдамсың. Сенің сырың неде? Сәнді киімдері бар керемет бутик. Сен жеңілдің. Мен саған неон түсімен тырнақтарыңды бояп